Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осылай үй жағдайында өте сырты әдемі болып шығатын балық қуырып көрсетемін. Менің каналыма жазылып тіркеліп қойыңыздар. Бізге бірінші 2 жұмыртқа керек, сосын ұн керек. Ұнды аз-аздан алып, үстіне добавка жасап отырсаңыздар болады. Осылай балығымызды бірінші жұмыртқаға, сосын ұнға, қайттан бір жұмыртқаға, сосын ұнға аунатып, қызып тұрған майымызға саламыз. Майымызды қыздырып алуымыз керек. Осылай барлығын жеке-жеке осылайынан істеп аламыз. Сол кезде сырты деген жұмсақ, қып-қызыл әдемі болып шығады. Дәмі де өте күшті болады. Балығыңызды алдын ала 1 сағат бұрын тұздап, дайындап қойыңыз қуыруға. Осыны үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.